Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен фисташковое печенье жасайтын боламыз. Алдымен ыдысқа сары май, қант ұнтағы және жұмыртқаны салып, бір келкі консистенция болғанша араластырамыз. Қант ұнтағының орнына кәдімгі қант салсаңыз да болады. Үстіне фисташка пастасын саламыз. Фисташка пастасын қолдан қалай жасайтынын өткен видеода көрсеткен болатынмын. Сілтемесін осы видеоның астына қалдырамын. Енді разрыхлительмен ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Печеньелерді домалақтап, пергамент қағазы төселген противенге тіземіз. Енді печеньелерді әсемдеу үшін фисташканы пышақпен ұсақтаймыз. Мен фисташканы ыстық суға салып, қабығын аршып, пешке салып кептіріп алдым. Ұсақталған фисташканы печеньелердің бетіне себеміз. Алдын ала 170 градуста қыздырылған пеште 20 минуттай пісіреміз. Печеньелер дайын. Егер рецепт сізге ұнаса, каналға тіркеліп кетіңіз. Сау болыңыз.